Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Мерей. Бүгін бізде ташкентский плов. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызды жақсылап қыздыртып аламыз. Сосын ол жаққа мен 1,5 шөміштей сұйық май құямын. Пловтың, яғни палаудың майы көбірек болса өте дәмді, ташкентский болып шығады, және буы шыққанша осылай қыздырып аламыз. Кейіннен етімізді салып, абайлаңыздар, май шашырайды. Басында қақпақты осылай жауып қойып, кішкене 1-2 минуттай қойып қоямыз. Астын қатты отта қуырамыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Осылай астыңғы жағын бетіне аударып, қып-қызыл болғанша жақсылап қуырамыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Осылай қып-қызыл болғанша қуырып аласыздар. Егер етіміз қып-қызыл болмаса, палауымыз аппақ болып шығады. Кейіннен осылай пиязды турап саламыз. Пиязды ірілей турасаңыздар, және көбірек салсақ, сулы, яғни сочный болып шығады. Жақсылап араластырып, пиязды қуырамыз. Асты қатты отта болу керек. Видеода көрсеткендей, пиязымыз алтын түсті болғанша, яғни қызарғанша қуырамыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Осылай сарғыш түсті енгізу керек. Сосын туралған сәбізді саламыз. Байқасаңыздар, сәбізіміз тым жұқа да емес, және де қалың да емес. Орташа өлшемде туралған. Сәбізімізді жұмсарғанша осылай қуырып отырамыз. Қазанның қақпағын жауып та қуырсаңыздар болады. Сол кезде сәбізіміз тез жұмсаратын болады. Мен сәбізім жұмсарған кезде осындай 1,5 сантиметрдей науат салып жіберемін. Ол палауымызға жылтыр рең және де қызғылт сары түсті рең береді, және де кішкене тәтті дәм береді. Етіміз батып тұратындай су құямыз. Тым көп су құйсақ та болмайды. Осылай кішкене етіміз батып тұру керек. Қайнап шыққанша күтеміз. Қайнап шыққан соң мен зіра салып жіберемін. Сіздер нохат сасаңыздар да болады осы кезде. Жібітілген нохатты 3-4 сағат алдын жылы суға жібітіп қойсаңыздар, жақсы жұмсарып тұрады. Тұзын себеміз, және де жай орташа отта қайнатып қоямыз 45 минут. Мен 15 минут алдын, 45 минут өткен соң, 3 пиала күрішімді салып, жуып, осылай кранда ағып тұрған ыстық суға жібітіп қоямын 15 минут. 1 шай қасық тұз салып, араластырып қойыңыздар. Күрішіміз осындай аппақ реңге кіреді жібітілген соң. Суымыз тартылып, 45 минуттан кейін ашып, қайнап тұрған кезде зіра сеуіп, және де күрішті бір келкі етіп осылай жайып шығамыз. Бір келкі болу керек, теп-тегіс болу керек. Күрішті самас бұрын сіздер тұзын біліп көріп алыңыздар. Тұзы аз болса, тұз себіңіздер. Осылай теп-тегіс етіп күрішті жайып шығамыз. Кішкене зіра себемін. Және де осы құралмен суымызды жаймен құямыз.
1 сантиметрдей батып тұру керек күрішіміз. Астын қатты отқа қоямыз. Қақпағын жауып қойсаңыздар да болады, немесе ашық тұрса да болады. Суымыз түгелдей жаңағыдай жоқ болу керек, яғни күрішіміз суды сіңіріп алу керек өзіне. Тұзын көресіздер осы кезде қайнап шыққан соң. Аз болса тұз себесіздер. Егер зіра аз болса зіранды да қосып жіберсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай суы тартылды, ендеше бетіндегі күрішін аударып қоямыз осылай. Міне палауымыздың майы өте сочный болып, алтын түсті реңді көп. Нағыз палауда осындай майлы болу керек деп ойлаймын. Суымыз тартылды, енді жан-жағын осындай біркелкі жинап шығамыз. Яғни тау сияқты етіп осылай жинап қоямыз. Үйіп қоямыз. Қасығымызды алып, видеода көрсеткендей 3 тесік осылай тесіп шығасыздар. Кішкене шым-шым ғана тұз сеуіп шығасыздар. Кішкене осылай су сеуіп, су құйып шығасыздар. Көп емес. 1 шай қасықтай су құйып шығасыздар. Осылай бұқтырып, астын жай отқа қойып қоясыздар. Міне палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.